Ұлы Қытай қорғанының құрылысын бастаған әулет. Цинь әулеті. Бельгия аумағында 11-14 ғасырларда ірі сауда орталығына айналған қала. Брюкте. Рим Республикасындағы атқарушы өкімет билігін жүргізушілер. Магистрат. 1871 жылы Версаль сарайында құрылған империя. Германия. 1923 жылы Гитлер көтеріліс ұйымдастырған қала. Мюнхен. 1939 жылғы КСРО мен Германия арасындағы құпия хаттама бойынша КСРО-ның ықпалды аймағы болып саналған Финляндия және Балтық жағалауы. 1958 жылы Біріккен Араб Республикасын құрған мемлекеттер. Египет пен Сирия. Левелерлердің басты талаптары. Парламентті жыл сайын сайланатын органға айналдыру. Құлдықты жою туралы үндеуді қабылдаған ақш президенті. Линкольн. 1878 жылғы Берлин конгресінің шешімі бойынша Босния жерін иеленген ел. Австро-Венгрия. Менің ойымша, біз бірінші сварадж ұғымын түсінуге емес, свадишіге ерекше мән беруіміз керек. Мәтінге қатысты ел. Үндістан. Үндістанның тарихында өзіндік орны ерекше тұлға. Махатма Ганди. Сварадж ұғымының мәні. Өзін-өзі билеу. Сварадж және свадиши қозғалысы бағытталған ел. Ұлыбритания. Үндістан кезең-кезеңімен жүргізген саяси қозғалыстарының маңыздылығы. Ел билігін өз қолына шоғырландырды. Ежелгі египеттіктердің ең алғашқы сыйынған құдайлары. Бен-бен, Ра. Әлемге микробиология деп аталатын ғылымды сыйлаған ғалым. Пастер. Ежелгі Вавилонда орналасқан өзендер. Тигр мен Ефрат. Орта ғасырлық ғұлама Омар Хайямның еңбектері. Алгебра және әл-мұқабала мәселелерін дәлелдеу туралы, болмыс және борыш туралы трактат, 3 сауалға жауап. Чехил Сутун сарайының салынуына қатысы бар билеуші. Бірінші Аббас.